Люба атты қыз ұйықтауға қорқатын, және әр кез сайын оның анасы ұйықтар алдында ертек айтып беретін, және басынан сүйіп, оның бөлмесінде ешкім жоқ екенін айтатын. Бірақ ол қыз білді және көрді. Саусақтар, қара, ұзын және арық саусақтар. Бір кезде төсектің астынан және шкафтан да шығатын. Ол кейбір кезде есіктен де шығатын. Және ол біреудің ауыр тыныс алуын еститін. Міне, тағы да анасы ертек айтып, қайырлы түн тілеп және жарықты өшірді. Және тағы да түнде Любаның сықырлаған дыбысы айтты. Оның қараңғы балалар бөлмесінде біреу дірілдеп шулап жатты. Ол көзін ашып, қараңғы бөлмені қарай бастады. Және есіктен 10 қорқынышты саусақ шықты. Қорқынышты арық және қара түсті. Олар ақырын тырнап бастады. Төбеге астыға. Есіктің артында біреу тұрды және қатты тыныс алды. Басында Люба осы жерде қорқыныштан тіпті қозғалмады. Сосын есік ақырын ашылып бастаған кезде ол қатты айқайлап көзін жұмды. Анасы бірден жүгіріп келді және анасының жұмсақ қолдары оны сипай бастады. А Люба да қатты жылады, анасын құшақтап. Сосын ол анасының бөлмесінен дауыс естіді. Қызым Люба, неге жылап жатсың? Не болды саған? Егер адам өз бөлмесінде болса, сонда осы уақыт бойы кіммен сипады?